Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен ішкі құрылыстарға, яғни бауырға, өтке, бүйрекке емдік әсерін беретін табиғи заттардан жасалатын шай түрімен бөліскелі отырмыз. Шай негізі іш қатуына, өкшенің үнемі жарылып жүруіне, кекіру, өттің толғанына, жүрек айнып, оң жақ қабырға астының ауырсынуы сияқты симптомдардан айығуға көмектеседі. Ішкі ағзалардың тазарғанының арқасында бетіңіздегі өттің толуынан, бауырдың май басуынан пайда болған қара дақтарды кетіре аласыз. Шайды күнделікті аш қарынға тамақтанудан жарты сағат немесе 1 сағат алдын ішу керек болады. Бір күн ішіп, 3 күн ұмытып кетпей, күнделікті қалдырмай 1 ай ішіп, 10 күн демалып, қайта жалғастырсаңыздар болады. Немесе құрамы таза болған, табиғи болғандықтан өнімді үнемі қолдансаңыздар да болады. Біздің шайымызға егер сіздер 1 литрге дайындайтын болсаңыздар, сіздерге мына құрғатылған өріктен 6 керек болады. Мен жарты литрге дайындайтын болғандықтан мен 3 алдым. Міне бізде ішіндегі дәнегінен тазартылмаған осындай құрғаған өрік болу қажет. Бұл табиғи жеміс сататын жерден, құрғатылған жеміс сататын жерлерден сұрасаңыздар болады. Екінші, бұл итмұрын құрғатылған, бұл тоже үйдікі, табиғи болып табылады бұл да. Үшінші, мынау жүгерінің шашағы, бұл да табиғи, бұл өзім жасап алған жүгерінің шашағы, құрғатып жасап алған. Сіздер аптекадан сатып алсаңыздар да болады. Бұл шайды қалай жасаймыз енді? Мынау үшеуін саламыз. Және де бізге итмұрыннан сіздердің өздеріңізге қарай көресіздер. Егер көлемі кішкентай болатын болса, 10 шақты салсаңыздар болады. Мен мына жерде көлемі үлкенірек болғандықтан 7 штук салып отырмын. Саламыз. Және де бізге осы жүгері шашағынан 1 ас қасық қажет болады. Мінекей, біз 1 ас қасық алдық. Енді осы жердегі термосқа саламыз. Енді бізде мынау мен алдын ала қайнатып алған суым, қазір ғана өшкен, видеоның алдында ғана. Енді осы қайнаған суымызды осы термосқа құятын боламыз. Дәл осы суды түнде жасап қойып, таңға дейін тұндырып қоясыздар. Таңда бұл термостың ішінде тұрғандықтан әлі ыстық болып тұрады, бірақ қатты ыстық болмайды. Сондықтан сіздер бал қосып ішсеңіздер болады. Аллергиясы бар, балға аллергиясы бар адамдар болса, онда болмайды. Сондықтан да өздеріңіз қарайсыздар. Егер аллергияға тұрақты болсаңыз, балды байқап қолданғаныңыз жөн болады. Бізде осы әрқайсысын, бұл заттардың әрқайсысын қолданғанның өзінде бізге жақсы көмектеседі. Мысалы, біздің шайымызға жаңағы табиғи дәннен тазаланбаған кептірілген өрік қолдандық. Осы өрік қағы деп айтамыз ғой, жүрек ауруларына, жоғарғы қан қысымын реттеуде және іштің жұмсаруына үлкен үлес қосады. Құрамы көптеген пайдалы витаминдерге бай болып келген. Кептірілген жүгері шашағы. Кептірілген жүгері шашағы, бұл кішкентайымызда кукла қылып ойнайтын жүгері шашағы ғой, енді осынша пайдасы барын мен осы үлкен болғанда ғана бірақ білдім. Жүгері шашағы бүйрек қабынуы, қуық, өт жолдарына, тас байланғанда, созылмалы холецистит сияқты ауруларда да бірден бір ем болады. Шиповник немесе итмұрын деп айтамыз біздер. Бұл асқазанның тыныс алу жолдарына ем болып келеді. Бірақ гастрит кезінде бұл шиповникті қолдануға болмайды. Сонымен қатар бұл шайды ішіп болғаннан кейін міндетті түрде тістеріңізді бір шайқап жіберу керек болады. Ол не үшін? Ол бізде осы шиповниктен кейін кез келген тек шиповниктің өзін ғана демдеп ішсеңіздер де тісті шайқау керек болады. Себебі шиповниктің тіс эмалін құртатын әсері бар.
Бұл аталған заттардың әрқайсысын жеке-жеке компот қылып та шай түрінде де қолдануға болады. Бірақ өзіңіздің осы қоспалардың барлығын қосып қолданғанда бізге пайдасы көбірек болғандықтан дәл осылай сіздерге жасап көрсетіп отырмын. Егер запор болатын болса, бұл өте жақсы көмектеседі. Өкше жарылуы айтып өткенімде, бұның барлығы да өте жақсы көмектеседі. Сондықтан осы шайды демдеп ішіңіздер, таңертеңгісін құйып ішсеңіздер болады. Аш қарынға міндетті түрде жарты сағат, 1 сағат алдын барлығын бірден ішіп қоймай, 200 грамм стаканға құясыз таңертеңгісін. Қалғанын, егер сіз 1 литр демдесеңіз, күн бойында 2 сағат, 3 сағат сайын арасын алыстатып отырып 200 мл ішіп отырасыз. Ем болсын.